Аяқ неге тоңады? Оның себебі қандай? Оны қалай емдейміз? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Мен Ибраимова Севара, балалар және ересектердің эндокринолог дәрігері, терапевт және нутрициолог дәрігерімін. Парақшамда пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Аяқтың тоңуы жиі кездеседі. Қалыпты жағдайда, салқын күнде ауа температурасының төмендеуіне байланысты аяқтың тоңуы ол қалыпты жағдай. Неге? Себебі салқын температурада қан тамырлар тарылады, нәтижесінде аяқ тоңады. Содан кейін егер сіз ыстық жылы бөлмеге кіргеннен кейін әрине аяқтың тоңуы қайтады. Бірақ өкінішке орай күннің ыстығында да аяғы тоңып мұздап жүретін адамдар бар. Әрине бұл патологиялық жағдай, яғни организммен жұмыс жасау керектігін білдіреді. Аяқ тоңуына алып келетін себептерге тоқталсақ, біріншісі витаминдер дефициті. Темір, В9, В12 витаминдері. Себебі организмде темір дефициті болған кезде әрбір клеткаға оттегі жетіспейді. Сондықтан бұл жағдайда темір, сывороточное железо, ферритин, В9, В12 жалпы белок деңгейін тексеріп, егер дефицит болса, сәйкесінше ем қабылдау керек. Екіншісі буынның қабыну аурулары, артроз, артрит, немесе неврологиялық аурулар, остеохондроз және жүрек тамыр аурулары болып есептеледі. Әрине біз бұл жағдайда міндетті түрде сол ауруды емдейтін дәрігерге қаралу керекпіз. Үшіншісі қант диабеті, төртіншісі қалқанша без қызметінің төмендеуі. Мен енді эндокринолог дәрігер болғандықтан маған ондай пациенттер өте көп келеді. Қант диабетімен ауыратын, қалқанша без қызметі төмендеген. И көп адамдардың шағымы бұл аяқтың тоңуы. Қант диабеті кезінде қанда қант деңгейінің жоғарылауы ол бізде тамырларды зақымдайды. Нәтижесінде аяқтың тоңуы, уюы, ауруы байқалады. Бұл диабетическая полинейропатия деп аталады. Әрине біз бұл жағдайда қант деңгейін түсіру керекпіз және невропатологтың, сонымен қоса невропатологтың кеңесі қажет. Кейінгісі қалқанша без қызметінің төмендеуі. Практикада аяқ тоңуына шағымданып келген пациенттердің қалқанша без гормондарын тексерген кезде қалқанша без қызметінің төмен екені анықталады. Неге? Себебі қалқанша без қызметі төмен дегенде қалқанша безі жеткілікті түрде гормон бөлмейді. Нәтижесінде әрбір клеткаға гормон жетпейді. Зат алмасу баяулайды, яғни жылу алмасуы да баяулайды. Нәтижесінде дене температурасы төмендейді. Кейбір адамдарда аяқ тоңуы масаласа, кейбір адамдардың бүкіл денесінің тоңуы, үнемі мұздап жүруі, тоңып жүруі байқалады. Қалқанша без қызметін қалпына келтіру керекпіз. Қалқанша безі ауруының белгілері: таңертең ұйқыдан шаршап тұру, әсіресе таңертеңгілік шаршау, артық салмақтың болуы, терінің құрғауы, аяқтың мұздауы, іштің қатуы, шаштың уыстап түсуі өте көп белгілері бар. Жеке тоқталып кетсек, қалқанша без қызметі төмендеген кезде адам бір орында жата бергісі келеді, яғни төсектен тұрғысы келмейді, спортпен шұғылданғысы келмейді, аз тамақ жейді, бірақ сонда да салмақ қоса береді. Әрине ол артық салмақ та аяқтың тоңуына алып келеді. Неге? Себебі артық салмақ кезінде бізде білесіздер, тамырларда холестерин деңгейі жоғарылайды. Тамырларда атеросклероздық бляшкалар пайда болады. Және ол қан тамырларындағы қанның өтуіне кедергі жасайды, яғни қан айналым бұзылысына алып келеді. Нәтижесінде аяқтың тоңуы, аяқтың уюы, аяқтың ауруы белгілері болады. Сондықтан міндетті түрде уақытылы қалқанша без гормондарын тексеру керек. Қалқанша без қызметін тексеру үшін тапсыру керек анализдер тізімі жазылған чек-лист бар. Чек-листті алу үшін төменге ссылка қалдырамын. Ссылканы басып, чек-листті алсаңыз болады. Практикада консультацияға аяғым тоңып жүреді деп келетін пациенттерде қалқанша без қызметі төмен екені анықталады. Және оны емдеген кезде аяқтың тоңуы, мұздауы басылады. Сондықтан міндетті түрде аяғыңыз тоңып, мұздаса, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Оның себебін анықтау керек, және себебіне қарай ем қолдану керек. Пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.